Шерфанас қайырлы олсын саат 12:30 эфирде заман яйны бүгін Қырмыжғалының 879 күні кетмекте. Бұл саатқа олған вақиялармен сіздерімен Шевкет Аматулаев таныш етмеге азырым. 20 жашлы Шевкет Режепов донор қанында мұқтач газ баллоны патлавы нәтижесінде геншінің 80% терісі янған. Екімлер янықның 3-ші дережесіні белгіледілер. Шымды Режепов ағыр алды Ахмеджетінің 6-ші шер хастаханесінде бұлына. Геншке эркун қанның 10 литр плазмасы керектір. Волонтерлар ве геншінің яқынлары ләқайт олмайып қан тапшырмаға рижа етелер. Қанны 6-ші хастаханенің 2-ші қатында ерлешкен янық бөлігінде тапшырмақ мүмкіндір. Келгенлерінің янында мұтлаққа паспорты олмалы. Қан группасы фарқ етмей қанны тапшырғанда Режепов Шевкет Рифатович адына деп қайд етмек керектір. Тәфсілетлі жамалыматны экранда көрген телефон вастасынен огрене білесіңіз. Яран Қырымның юқары işgalci mahkemesi Орқапу регионал меджлис рейсі Сания Аметованың апелляцион шикаетіні бақажақтыр. Белли ки оңа районның işgalci mahkemesi майыс 18 күні матем митингіні кечірмеге ясақ еткен еді. Сания Аметова бұл mahkeme қарарына от шикаетіні берді. Қырымның işgalci акиметінде курорт ве туризм назирінің муавина Рустем Тагаров истифаға yollanıldı. Мескур қарар işgalci акиметінің сайтында пейда oldu. Тагаров 2015 сенесі январь айында бұл вазифеге тайынленген еді. Бұндан evvel o Devlet Şurasының депутаты Ремзи Ильясовның yardımcısı olarak çalışa еді. Ахмеджет авалиманында кенеде сеферлеріні ләғу етелер. Белі ке бүгін Москваға учачақ, учучақ о сеферіні чықмайжақ. Бұне берабер сеферлер Воронеж, Казань, Курс шерлеріне де ләғу етілген. Уфаға учачақ, учақ сефері бір күнге сүрілді. Дегер сеферлер бойынша есе учуф вақытлары 10 дақадан 1 саатқа қадар созыла. Учувларының рет олувлары июлінің 18-інде башланды. О вақыт Москваға учачақ yolcular авалиманда 25 саат девамында беклеменге мечбур олдылар. Вот у жены у меня гепатолитский криз взорвался, еле-еле откачали. У нее 180 сколько давление. Сколько женщин приходило в медицинскую помощь, что показали. Мужчине даже уколы делали. Жара. И вот постоянно и вот сейчас уже сколько. Это нервы. Нервы не держат у людей. Дети. С детьми-то как? Ладно, взрослые как-то руки сядут, а детей как успокоить? Они же не понимают, что им плохо делают, да, вот, они не могут так сказать. Почему вы делаете нам плохо? Вот того жалко, детей. При оказании медицинской помощи основными диагнозами были это ситуационный невроз, эссенциальная гипертония, то есть приходящая гипертония, мигренеобразные боли. Люди, конечно, очень сильно переживают, нервничают. Мы делаем все возможное, чтобы оказать первую неотложную помощь. МЧС Ялта сакинлеріні тұтынен зерлі. Сакинлер МЧС қадимлері идари ерлешкен азбарда атеш яққанына шекет етелер. Сакинлер білдіргенне көре, МЧС қадимлері өз азбарында чөплікнен берабер резинада яқалар. Яңғынлар авто юз бере. Тұтыны есе ел 20 метр месафеде ерлешкен чоқ қатылы евлерге алып кете. Инсанларының тенбелеріні МЧС қадимлері огренувлер кечірген білдірелер. Ең азы 80 инсан иләк олды, 230 кіші яраланды. Афганистанның пайтақты Кабулда теракт юз берді. Хазар миллет векиллері наразылық акциясына кечірген вақыт террорист оз-озыны патлатты. Акция іштіракшілері соқақларға Афганистан президенті Ашраф Ганины Хазар миллетінің низбеттен ырық айрымыны қолланғанында қабатладылар. Кечелері акимиет Хазарлар яшаған Бамян регионында электрика кечіру программасыны тоқтатқан еді. Бұл теракта месулетлікні террористика танылған Ислам девлеті өз бойына алды.
Мы услышали страшный взрыв, и все вокруг оказалось залито кровью. Мы мирно вышли на улицу в поисках справедливости, но прошлой ночью правительство предостерегло нас. Если выйдете на улицу, мы вас убьем. И они это сделали. Türkiye'de hukumdarlık etken partiya tarafdarları muhalefetçilerine beraberlikte Stambul'un merkezi meydanında hakimiyetke kol tutup ve Arbi Avdarov intilovunu takbih etip miting geçirdiler. Anda esas muhalefetçi olgan Cumhuriyet Halk Partiyasının yol başçısı Kemal Kılınçdaroğlu da çıkışta bulundu. Belli ki iyulun 16'sına geçer gecesi Arbi intilovda iştirak etken 13 binge yakın Arbi, olar arasında 126 general ve adi insanlar yakalandı. Bundan son Türkiye'de 3 ayga fevkalade vaziyet ilan etildi. Gün birleşme günüdür. Gün dikta yönetimlerine, darbelerine karşı direnme günüdür. Gün halkın sesini dinleme günüdür. Türkiye'de devlet avdaralmasının intiluvunda iştirak etkende yakalangan arbilerini kıynaylar. Bu vaqta halkara insan haklarının korçalabının uğraşkan Amnesty International birleşmesi kaydeti. Uku korçalaycılar bildirgene göre yakalangan arbilerini köteklerle namusuna tokunalar, susuz ve açsız kaldıralar. Ankara politsiyasının sport merkezinde bulungan 800 askerden 40 kişi o kadar köteklengen ki hatta yürüp olamay, ekisi turup olamay. Bu saatqa olgan sonki haberimiz edi. Sizlerge iyi günler tileyim. Daima atayırlı olunuz. Görüşmek üzere.